Менің қасымда қазіргі кезде Айдос Талғатович. Айдос мырза бұл мемлекеттік кірістер департаментінде берешекпен жұмыс басқарма басшысы. Бізде осы қазіргі кезде көптеген сұрақтар келіп жатыр, осы банкротствоға байланысты, банкроттыққа кім тапсыра алады, кім тапсыра алмайды, және де осы жиі қойылатын осы сұрақтар болып тұр. Осы сұрақтардың барлығын жинап, қазіргі кезде Айдос мырзаға қоямыз. Ал енді Айдос мырза, өзіңіз бір екі сөз қосып жіберсеңіз. Саламатсыздар, құрметті оқырмандар, құрметті салық төлеушілер. Бүгінгі таңға Қазақстан Республикасының азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң осы ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап күшіне енді, қолданысқа енгізілді. Осы күнге дейін жылдың басынан көптеген іс-шаралар өткізілді, түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Дегенмен бүгінгі таңға көптеген сұрақтар бар. Актуалды сұрақтың бірі болғаннан кейін осы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Көптеген негізі сұрақтар келеді бізге ютубқа, инстаграмға, тиктокқа адамдар көп жазады. Осы банкротствоның кейбір сұрақтары, былай айтқан кезде көп зат заңның ішінде жазылған, бірақ кейбір пример ретінде адамдар мысалы ол заңды оқымайды, немесе оны оқыса түсінбейді. И соған байланысты кішкене соны ашып бір түсіндіріп жіберсеңіз өзіңіз. Ең бірінші бізде сұрақ көп қойылады, мысалы адамның атында ТО болған жағдайда ол банкротствоға өз-өзін бере алады ма деген ең бірінші сұрағымыз осындай. Адамның атында ТО өтінім берушінің атында компания болу ғой бұл жерде. Жаңағы өтінімді қарастырылған кезде жан-жақты уәкілетті органдарға жаңағы тіркелетін мүлік дейміз ғой, тіркелетін мүлік атында бар жоқтығын қарастырылады. Ол жерде жаңағы заңды тұлға ғой, ол жаңағы юридическое лицо. Ол туралы заң аясында көрсетілген, яғни заңды тігінен түсінетін болсақ, ол тек қана жаңағы мүліктік жағдайы бойынша. Бұл жақта мен түсінуім бойынша, егер де сен туың болса, сен бұл заңға келмейсің, Жоқ, өтінім бере алады. Өтінім бере алады, Бұл жерде мүліктік жағдайы бойынша ғана қарастырылады. Түсіндім. Екінші сұрақ, мысалы, егер де жетім бала болатын болса, және оған мемлекет үй беретін болса, и ол кісі өз-өзін банкрот деп жариялап, содан барып банкрот деп жарияласа, оның мемлекет берген үйін оны тартып алмай ма осы банкрот болған кезде? Бұл жерде жаңа айтып кеткендей, бұндай жағдайда сот арқылы банкроттық қана қарастырылуға болады. Қарыздың мөлшері 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспаса, онда сот арқылы банкроттықты қарастыра алмайды. Неге сот арқылы банкроттық? Өйткені бұл жағдайда атында үйі болып тұр. Соттан тыс банкроттықта атында үй болмау керек. Ал алып қоймауы ол сотта көрсетілген өтінім банкрот болған тұлғаның атында жалғыз мүлкі ғана болатын болса, оған жаңағы алып қою шаралары жүргізілмейді. То есть бір сөзбен айтқан кезде ол алып қоймайды, жалғыз үй болатын болса, яғни ол жалғыз үйі болатын болса, және де ол үй кепілде болмау керек. Яғни былайша айтқанда залог қой, залог ипотекаға залогқа қойып алған үй болатын болса, оны әрине алып қояды. Залог болса алып қояды, залог болмаса алмайды. Залог болмаса және де жалғыз ғана үйі болатын болса, тұлғаның онда алып қоймайды. Все, түсіндім. Келесі сұрақ, бізде бұл банкроттыққа тапсырса жұмыстан шығара ма? Жоқ, ол туралы да ондай талаптар я болмаса салдар жоқ. Ол жерде банкроттық статусы берілгеннен кейін жаңағы ғана айтып кеткен 3 салдар бар. Ол 5 жыл ішінде кредитті қайта алмайды, 7 жылдың ішінде өзін қайтадан банкроттық деп жариялай алмайды, және де 3 жыл қатарынан жаңағы финанстық мониторинг жүргізіледі. Қаржылық мониторинг уәкілетті органмен жүргізіліп отырады. То есть ол банкроттыққа тапсырғаннан кейін жұмыс істей береді. Әрине, ол ары қарай өмір сүру керек, ары қарай жаңағы ақша табу керек, өзінің қаржылық жағдайын қалпына келтіру керек қой. Яғни ондай жаңағы шектеулер жоқ. Түсінікті. Келесі сұрақ, банктен ипотеканы алып, адам өзі банкроттыққа өзі бергеннен кейін несиені төлей бере ма? Мысалы, былай айтқан кезде ол ипотеканы рәсімдейді, содан кейін барып, бірақ банкроттыққа тапсыратын болса, ары қарай ипотеканы төлей бере ме, төлей бермей ме деген сияқты сұрақ. Жоқ, бұл жерде басты талап не бұл жерде? Бұл заң аясында соттан тыс банкроттық кезінде жаңағы сот арқылы банкроттықта да соңғы жаңағы 12 ай 1 жыл төлемеу керек. Төлей алмай жүрген адамдар ғана тапсырылады.
Ал бұл жерде жаңағы ипотека, мен білуімше, жаңағы кепілге бір мүлікті қойып арқылы алады ғой, я болмаса өзінің алып отырған мүлкін да. Ол жерде онда сот арқылы банкроттық. Соңғы 12 айда төлем жоқ па? Оны тексеріледі ғой. Төлем жоқ, бірақ мүлкі бар, оны енді сот арқылы ғана банкроттық рәсімін қолдана алады. Түсінікті. Сонда өзі ипотекаға алып отырған үйінің қасына еще залог қоятын болса, қасындағы залогын да банкроттыққа кетеді, ана үймен бірге ипотека. Бұл жерде былай, сот арқылы банкроттықта басты талап бұл жаңағы кредитор дейміз ғой. Кімге қарыз бұл тұлға? Сол кредиторлардың жаңағы талабын қанағаттандыруға, қанша қарыз, сол қарызды өтеп беру. Ол қарыз өтеледі тек қана жаңағы банкрот болған тұлғаның мүліктік массасы арқылы. Атында қандай мүлік бар, сол мүлікті сату арқылы. Егер мүліктік массасы сату арқылы жабылатын болса, онда кредиторлық талаптар бүкілмен орындалады. Все, түсінікті. Келесі сұраққа келетін болсақ, бұл жақта 3-5 жылдай уақыт қарызды банкроттыққа беру үшін МФО, яғни микроқаржы ұйымдары осы банктерге өтініш беру жазу міндетті ма? Мысалы, сіздің қарызыңыз, былай айтқан кезде бір кісі қарыз болады, там 3-5 жылдай төлемей жүре береді, и содан кейін барып мына банктермен, микроқаржы ұйымдармен не бар ғой, урегулирование споров дейді ғой, соны міндетті түрде заявление жазып нету міндетті ма деген сияқты. Түсінікті. Ол жаңағы урегулирование задолженности деген соңғы 12 ай төленбеген, бірақ мына ерекше жағдайларға жатпайтын тұлғалардікі. Егер қарыздың төлемеген мөлшері жаңағы мерзімі 5 жылдан асып кеткен жағдайда ғана ол жаңағы МФО-ға жаңағы хат жазып, я болмаса олармен қарызды өтеу жайлы жұмыстары жүргізілу туралы құжат талап етілмейді. Егер тек қана 5 жылдан асып кеткен жағдайда. Егер 5 жылға дейін өтелмегендер болатын болса, онда жаңағы сол ұйымдармен, қаржылық ұйымдармен міндетті түрде жаңағы хат, я болмаса олардың жаңағы отказное письмо дейді ғой, сондай құжаты болу керек. Өтінімге жаңағы тіркеліп беріледі. Все, түсіндім. Келесі сұрақ. Бізде имуществоны, яғни мүлікті басқа біреуге аударсам, келем ба банкротствоға дейді. Ол жерде жаңағы мына салдардың бірін ескере кету керек. Уәкілетті органмен банкроттық деп танылғанға дейін және банкроттықтан кейін, танылғаннан кейін 3 жыл арасында қаржылық жаңағы мониторинг жүргізіледі. Егер ол қаржылық мониторинг аясында осындай жағдайлар анықталған болса, ол жағдайлар жаңағы банкроттық рәсімін тоқтату жаңағы салдарына алып келуі мүмкін. Яғни уәкілетті орган банкрот болған тұлғаның банкрот болар алдында мүлкі болып, оны басқа біреудің атына аударып жіберген болса, осы жаңағы кредиторларға хат жолданып, сотқа шағымданып, банкроттық рәсімді тоқтатуға толық мүмкіндігі болады. Жаңа қарыз берген банк болсын, жаңа микроқаржы ұйымдары болсын. Себебі ол мысалмен айтқан кезде банкрот болған тұлғада өзінің жаңа қаржылық жағдайы қарызды өтеп тастауға мүмкіншілік болды деп есептейік. Ол сол мүмкіншілік бола тұрғанын ескере отырып, өз атындағы мүлікті басқа біреудің атына беріп, әдейі банкроттық дейді ғой қазір, әдейі банкроттық болу деп есептеліп, ол банкроттық тоқтатылып, қайтадан оған жаңағы өндіріп, жаңағы мәжбүрлі түрде өндіріп алу шаралары қайтадан басталу, жаңағы жұмыстары басталып кетуі мүмкін. Еще ол жақтан да не бар, еще преднамеренный банкротство деп өзін штрафовать етіп. Әрине, ол да бар. Ол жаңағы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бойынша жаңағы шаралар бар. Келесі сұраққа келетін болсақ, бір қарызды ғана банкрот қылсаң бола ма дейді. Ол жақта былай, барлық, яғни қазір бар ғой, азаматтар атында бірнеше жаңағы қаржылық ұйымдардан қарыз алып, кредит алып, өтей алмай жүрген. Яғни, мысалға айтайық, чтобы түсінікті болу үшін, 3 қарызы бар, 3 қаржылық ұйымда, банкте, микроқаржылық, коллектордың алдында. Бір қарызын уақытылы өтеп жүріп, екеуі өтелмей тұрған болса, осы екеуін арқылы жаңағы өтінім беріп банкрот қыла алмайды. Бұл жақта барлық қарызы бойынша соңғы 12 ай өтелмеу тиіс деген жаңағы талаптар бар.
яғни ол біреуін өте екеуі үшеуі өтелмей тұрса, ол яғни ол адамда қаржылық жаңағы мүмкіндіктері бар ғой қаржы жабуға. Яғни үшеуінде бірақ беру керек қой, сразу. Үшеуінде бірақ беру біреуін ана таңдап деген сияқты жоқ, ондай жоқ. Сразу бәрін беру керек бұл жақта. Түсінікті. Сосын бағана сіз айтып кеттіңіз ғой, осы имуществоға байланысты, мысалы преднамеренное банкротство деп сол жақта штрафовать етеді деп айттық қой. Сол жақта 3 жыл алдын и 3 жылдан кейін негізі финансовый мониторинг болады. Ал егер де 4 жыл бұрын негізі имуществоны мысалы сатып жіберсе деген сияқты, ол соңғы 3 ай тексеріп анау кемей қалмай ма? Жоқ, ол заңда нақты жазылып кеткен 3 жыл мерзімінде, одан асып заң аясынан шыға алмайды. Шыға алмайды, все, хорошо, түсінікті. Келесі сұраққа келетін болсақ, алимент кешіріле ма дейді. Бұл негізі андай адамдар ғой, которые алиментке әйелдері берген, содан кейін барып өзінің бірнеше қарыздары бар, қарыз долговая ямаға кіріп кеткен, содан кейін барып алименті де бар, банкта, наверное, микроқаржы ұйымдар, коллектор бәрі бар деген сияқты. Дұрыс, бұл жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Бұл жерде заңда нақты көрсетілген алимент және де жаңағы қылмыстық істер бар ғой, қылмыстық істер, оның ішінде жаңағы адамның денсаулығына зиян келтірілген жүктелген қарыздар болса, осы екі қарыз кешірілмейді. То есть алимент бұл жерде бұл кісінің сұрағы бойынша қарастырылмайды. Сосын келесі сұрақ, көп балалы аналарға белгілі бір жеңілдіктер қарастырылған ба дейді, мен осы банкротствоға тапсыру саласында. Бұл жерде жаңағы жеңілдік ретінде соттан тыс банкроттық рәсімі бойынша ерекше жағдайлар ғана, ол жаңағы соңғы 6 ай мерзімінде адрестік жаңағы көмектер алып жүрген адамдардың қарыздары өтінішті қараған кезде соңғы 12 ай емес, соңғы 12 ай деген талап қарастырылмайды. Және де жаңағы қарызы 5 жылдан асып кеткен тұлғалардың қарыздары бойынша ерекше жағдайлар ғана қарастырылған. Жаңағы көп балалы аналардың санатына жататын тұлғалар бойынша ондай заңда көзделмеген. То есть АСП алатын кісілердің барлығы, то есть соңғы 6 ай АСП алатын болса, олар 12 ай просрочка күтпей-ақ, оны күтпей-ақ сразу өте береді. Әрине. Түсінікті. Келесі сұрақ, бұл жерде банкрот болғаннан кейін шет елге шығуға болады ма дейді? Жиі кездесетін сұрақтардың бірі, бұл жерде соттан тыс банкроттық рәсімін қолданған кезде бұндай жаңағы салдар, шектеулер қарастырылмаған. Сот арқылы банкроттық кезінде ғана, яғни азаматтық сотқа арыз түскеннен кейін азаматтық іс басталғаны туралы ұйғарым шығарылады ғой. Осы сәттен бастап тұлғаны банкроттық деп танығанға шешім шығу керек қой. Шешім шыққанға дейін мерзімде ғана жаңағы шет елге шығуға жаңағы шектеулері қойылады. Осы мерзімде ғана және осы рәсім бойынша ғана. Так банкрот болғаннан кейін уже шыға береді дейсіз ба? Банкрот болғаннан кейін әрине. Түсінікті. Келесі сұрақ, 12 айдың ішінде байқаусызда біреу 100 теңге аударып жіберсе, оны сотпен дәлелдеп банкроттыққа тапсыруға болады ма дейді. Қарыздың жаңағы өтелген соманың мөлшері есептелмеген. Яғни бұл жерде заңды тігінен түсінетін болсақ, әрине ол кісіге жаңағы отказ дейміз ғой, отказ шығады өткізілген жаңағы өтініміне. 100 теңге, 1 теңге кім қандай түсіреді, уже все дейсіз ғой. Яғни ол жерде жаңағы қарыз өтелді деген жаңағы жазу қалады ғой. Ал негізі мынандай схемаларды, мысалы, былай айтқан кезде коллекторлар жасап жіберсе, сот орындаушылар, мысалы, адамның қарызы мысалы 11 айға келіп тұр, скоро 12 айға келеді, ол банкротствоға келеді, бірақ коллекторлар былай специально бір 100 теңге или 200 теңге оның счетына жіберіп ұстап қосып қою деген ондай болмайды ма? Жоқ, оны әрине жаңағы арыз беруші тұлғаның өзінің көптеген мүмкіншіліктері бар ғой, оны сот арқылы дәлелдеп, я болмаса жаңағы сол ұйымның әр ұйымда өзінің жаңағы қауіпсіздік жаңағы нелері болады ғой, бөлімдері, сол жаққа арыздану арқылы дәлелдейтін болса, әрине ол системада болған жаңағы өндіріп алу жұмыстарын аннулировать ететін шығар. Енді о жағы заңда жазылмаған әрине. Бірақ жаңағындай сіз айтып отырған схемалар
бүгінгі таңға кездеспеді. Иә? Все түсінікті. Так, келесі сұраққа қойылатын болсақ, ата-ананың банкрот болуы баласының өміріне әсер ете ме? Жоқ, әрине. Ол жерде жаңағы 3 салдар ғана қарастырылған. Ата-ананың банкрот болуы балаларына ешқандай зиянын тигізбейді, әсер етпейді. Все, түсінікті. Басқа ұлт болып банкроттыққа тапсыруға болады ма дейді? Заң аясында ұлтқа бөлінбеген, заң аясында тек қана аты айтып тұр ғой, Қазақстан Республикасының азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң. Қазақстан Республикасының азаматы болып табылса, толық мүмкіншілік бар. Түсінікті. Келесі соңғы бізде сұрақ, бұл банкроттыққа 18 жастан тапсыруға болады ма дейді? Жасы бойынша да жаңағы шектеулер жоқ, әрине. Негізінен жаңағы кредиттік рәсімдер, оның бәрі сол 18 жастан ғана беріледі ғой. Қазақстан Республикасында сол себепті сол негізі заң бойынша жаңағы жас мөлшері анықталмаған. Қарастырылмаған. Так, Айдос мырза, енді біздің былай айтқан кезде көрермендерімізге, оқырмандарымызға осындай оларда бір сұрақ туындайтын шығар, белгілі бір осы банкротствоға байланысты сұрақтарына жауап алғылары келетін болса, мысалы сізбен или сіздің көмекшілеріңізбен, специалисттарыңызбен олар қалай бір связьға шығып сөйлесіп, белгілі бір сұрақтарына жауап ала алады деген сияқты. Әрине, бұл жаңағы сұрақтар бойынша уәкілетті орган болып, осы біздің департамент, кірістер департаменті болып табылады, кірістер комитеті, және де біз жаңа айтып өткендей жылдың басынан көптеген шаралар өткіздік, және өзіміздің департаменттің әлеуметтік желілерде жаңағы парақшалары бар. Ол жаңағы Инстаграмда, ТикТокта да бар. Осы қазір видеоңызға көрсетіп кетеміз. Осы парақшаларға кіріп көптеген сұрақтарға өздеріне жауап алуына мүмкіншілік бар.